Бүгін біз to be-ді талқылаймыз. To be деген не, біз оны не үшін қолданамыз, қай кезде қолданамыз to be-ді. To be ең алдымен ол am is are, иә, am is are деген білеміз. Окей, бірақ біз оны не үшін қолданамыз және қай кезде қолданамыз. To be-де бір-ақ ереже бар, біреу-ақ. Соны жаттап алсаңыздар болды. Ол ереже біз to be-ді етістік жоқ болған кезде қолданамыз. Окей, етістік деген не? Мектепті еске түсірейік, иә? Етістік деген ол не істеу деген сұраққа жауап береді. Не істеу? Қимыл қозғалыс, иә? Мысалы, не істеу? Билеу, не істеу? Ойнау, не істеу? Күлу. Міне, осы іс-қимыл білдіретін етістіктер жоқ болған кезде біз to be-ді қолданамыз. Етістік жоқ па? To be-ді қолданамыз. Am is are-ны қоямыз сөйлемнің арасына. Мысалы, етістіксіз сөйлемдерді еске түсірейік. Мен мұғаліммін. Бұл жерде ешқандай іс-қимыл жоқ. Жай ғана кім мен, кім мұғалім, ешқандай іс-қимыл жоқ. Сондықтан ағылшындар осы жерге to be-ді қояды. Біз жай ғана айта саламыз, иә? Мен мұғалім, I, teacher, артық ештеңе жоқ. Бірақ ағылшындар артық затты қосу керек. Ол артық заттар осы жерде to be-лер. Етістік жоқ па, артық сол to be-лерді қойып қояды. Сондықтан қазақ тілін сөйлейтін кісілерге қиын болады басында. To be-ді ұмытып кетіп тұрамыз, өйткені біздің тілімізде жоқ ондай дүние, иә? Тілімізде жоқ болған соң басында көп қателіктер жіберуіміз мүмкін. To be-ді ұмытып кетіп, немесе шатасып, онда тұрған ештеңе жоқ, өйткені біздің тілде ол жоқ. Сол үшін басында қате жібереміз, бірақ өзіміз түсіп, ары қарай үйренеміз. Иә. Енді біз формулаға көшейік. Формуланы жаттап алсаңыздар болды. Жаттасаңыздар, сол to be-ді қолдана сайрай бересіздер. Формуланы жай ғана жаттап алыңыздар, міндетті түрде өте маңызды. Болымды сөйлем болған кездегі формула. Subject plus to be және басқа сөздер. Subject дегеніне еске түсірейік тағы да мектепті. Ол бастауыш. Кім не деген сұраққа жауап береді. Кім мұғалім, доктор, кім оқушы, кім биші, осы сөздері. Кім мен, кім сен, кез келген бір бастауыштарды subject'тың орнына қоямыз. Одан кейін сол бастауышқа байланыстырып жанына to be-ді қоямыз. Мысалы, кім I деген бастауышты қойсақ, оның жанына жарасатын to be қандай? Am. Сонда I am teacher. She болсашы. She is student. Біздер, мысалы, we are dancers. Біз бишілерміз. Кім? Біз, we, одан кейін to be-міз тұр, we-ға жарасатын, we are, сосын басқа сөздер. Болды. Ары қарай, болымсыз сөйлемді қалай құрастырамыз? Болымсыз сөз болған кезде, сөйлем болған кезде формула мынандай. Subject plus to be plus not. Мысалы, I am not doctor. Мен мұғалім емеспін. Олар оқушылар емес. Ой, мен доктор емеспін, бағана. Олар оқушылар емес енді. They are not students. Болды. Нотты қосасыздар, сол болымсыз сөйлемге айландырып жібереді. Кейін сұраулы сөйлемді қалай құрастырамыз? Сұраулы сөйлемді құрастырған кезде мына зат бар. Оны кейін түсіремін. 0-ші орында сұраулы сөздер тұрады. Одан кейін to be-міз, одан кейін subject. Байқасаңыз, to be subject-ті аттап бірінші орынға тұрып алған. Солай сұрақ қойған кезде to be алдына шығып бітеді. Ал жаңағы сұраулы сөздер деген ол не бәлелер? Олар мысалы кім, не, қайда деген сөздер. Why, where, who, what. Сол сөздер 0-ші орында тұрады. Неге 0 деп айтсақ, өйткені ол сөздер кейде бар сөйлемізде, кейде жоқ. Сондықтан тұрақты емес, 0-ші орында тұрады. Мысалы, сіз бишісіз ба деп сұрақ қояйық,
Сіз деген ағылшынша қалай? You, окей, ол бастаушымыз. Кім? You. Оған жарасатын to be қандай? Сонда сұрақ қойсақ, бірінші орынға біз to be'імізді қоямыз. Are you teacher? Мінекей сөйлеміміз құрастырыла шыға келді. Ол доктор ма? Is she doctor? Осылай сұраулы сөйлем құрастырамыз. Енді сұраулы сөздер кезік қалса, қалың қалай? Қалай деген сұраулы сөзіміз тұр. How? Ол нөлінші орынға тұрады да. How are you? How are you? Олардың жағдайы қалай деп сұрасақ қалай? Олар деген they. Theyға жарасатын to be ол are. Формулаға кәнеке қояйық. How are they? How are they? Олардың жағдайы қалай? Қысқа жауаптар yes I am, no I'm not, yes she is, no she isn't. Қысқа жауаптар көбінесе жай тест болған кезде көп сұрақ қояды осыған байланысты. Сол үшін жаттап алыңыздар қысқа жауаптарды. Окей. Енді қазір мен сіздерге сөйлемдер берем. Сол сөйлемдерді бірге талдап көрейік. Формулаға жарасып тұр ма, келісіп тұр ма, қараймыз. Мысалы, бәріміз жақсы білетін what is your name деген сөйлемді талдайық. Қарайық, бірінші бұл қандай сөйлем? Болымды ма, болымсыз ба, сұраулы ма? Бұл сұраулы, сұраулы сөйлем. Байқасаңыздар, нөлінші орында what деген сөз тұр. Сұраулы сөз тұр. Нөлінші орында what. Одан кейін не тұр? Бірінші орында to be тұр. Қандай to be? Is. What is. Ал енді subject'ымыз тауып алайық, Не? Кім? Name. Не? Ат. Yo деген не деп сұрақ қойсаңыздар, ол жай анықтайды. Кімнің аты? Your name, my name, оның, ананың аты. Анықтауыш ол тұра береді, формулаға кірмейді. Ендеше сіздерге қазір мынандай сұрақ. Неге осы сөйлемде is деген to be тұр? Неге I емес, неге am емес, неге is? Еске түсірейік, біз to be'ді неге байланыстырып қоямыз? Subjectқа байланыстырып қоямыз, Subject'ымыз ол name. Name'ді қандай сөзбен алмастырсақ болады? Ол I ма? Жоқ, ол мен емес. Ат деген. Name деген ол ма? He? Жоқ, ол тағы адам емес, ол емес. Ендеше ат ол жансыз ат. It. Ол it. Ал иттің to be қандай? It is. Енді білдік. Сол үшін сол жерде is деген to be тұр. Өйткені біздің subject'ымыз name. Міне, келешекте сөйлем құрастырған кезде сұрақ қойыңыздар. Мен қандай to be қоям мына жерге? Қандай to be? Неге байланысты қоямыз? Subject'қа. Subject'ыңызды тауып аласыз, одан кейін анықтайсыз, соған байланысты, соған жарасатын to be қоясыз. Мысалы, she болса she is деп, he болса he is, you болса you are деп. Содан кейін to be'ді сөйлемде қай жеріне қоям деп таңғалып тұрсаңыздар. Қай жерге қоямыз to be'ді? Неден кейін тұрады ол to be? Ол subject'тан кейін тұрады, формуламыз бойынша. Ал subject'ты сол үшін бірінші тауып аласыздар да, содан кейін жанына to be'ді қоясыздар. Болды. Сондықтан формуланы жаттау өте маңызды. Формуланы жаттап алыңыздар, басында қиналып бір рет жаттап аласыздар. Бірақ кейін сол формуланы қолдана сайрай бересіздер. To be туралы. To be мен. Болды. И тапсырма бар бізде. И тапсырмасы to be'ді қай кезде қолданамыз, қолдануын жаттап алыңыздар. Одан кейін to be'дің формуланы жаттап аламыз, міндетті түрде. Сосын to be'ді қолдана сөйлемдер құрастырып жазып көріңіздер, өзіңіз тексеріңіздер. Сосын неге мен мына біреу to be'ді қойдым, subject'ым қайда деп бірнеше рет тексеріп сөйлемдер құрастырыңыздар, естігі жоқ сөйлемдермен. Содан кейін жаныңызда құрбыңыз жоқ болса, өзіңіз сөйлесіңіз, өз-өзіңізбен бүйтіп камераны қойып немесе айнаға қарап
өзіңізге сұрақ қойып түбімен жауап қайтарып сөйлесіңіз. Ал құрбыларыңыз бар болса, бірге алып бірге жаттығыңыздар, бірге сөйлесіңіздер. Солай жаттығыңыздар түбейді. Жай ғана оны біліп теория ретінде еске қалдырсаңыздар, одан түк болмайды. Қолданысқа ұшыратыңыздар, оны сөйлеңіздер, жазыңыздар, ойлаңыздар, армандаңыздар. Сөйтіп сөйлем құрастырып қолданысқа ұшыратқаннан кейін ғана есімізде қалады түбей. Міне, и тапсырмамыз сол бізге. Және маған рахметті айту үшін осы бейнеге лайк басыңыздар, және де коммент жазыңыздар. Осы комменттің астында тіпті жазсаңыздар болады ағылшынша сөйлемдеріңізді, бір-біріңізбен сөйлесіп, бір-бірлеріңізге сұрақ қойып болды. Және де тағы да рахмет айтқыңыз келсе, басқа адамдарға осы бейнені бөлісіңіз, таратыңыз. Бәрі осылай білім алсын, иә? Окей. See ya.